Сыбайлас жемқорлық дәрі беріп емдейтін сырқат емес. Жыл сайын елімізде орташа есеппен 2000-нан астам сыбайлас жемқорлыққа қатысты іс тіркеледі екен. Бұл көрсеткіш ғасыр дертіне айналған парақорлықтың жыл санап дендеп бара жатқандығының көрінісі. Мұны алдын алу үшін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің үндеуін жариялаған болатын. Ал аталған мәселеге қатысты қоғамның пікірі қандай? Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз үндеуінде соңғы 3 жыл көлемінде 900-ден астам адамның жемқорлықпен ұсталғанын атап өткен болатын. Әрине бұл мемлекеттік бағдарламалар сапалы орындалуына кедергі жасап, халықтың наразылығын тудырары сөзсіз. Ал мұның алдын алу үшін елбасы билікті жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жоспарының 7 негізгі бағытын атап өтті. Мәселен, азаматтардың құқығын қорғау, қоғамда жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік қалыптасуы, қоғамдық бақылауды күшейту, бюджеттік саясаттың ашықтығы, жемқорлыққа қарсы саясатта өңірлердің рөлін күшейту қажет. Мемлекеттік қызмет көрсету үстіндегі үдемелі цифрландыру, сатып алу жүйелерін жетілдіріп, бизнеске әкімшілік қысымды төмендету. Бұл Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолға алған жоспарларының бірі, ал бұған тұрғындар былай деп пікір білдірді. Қазіргі пара алу, пара беру мәселесі ол күнделікті айта жауыр болған әңгіме. Бұрынғы уақыттарда осыдан бір 15 жылдардың көлемінде мен ол кезде қызмет істеп жүрген кездеріміз халықтың арасында мынандай әңгіме болатын. Коррупция үшін төмендегі шабақтар ұсталып жатыр. Жол үлкен киттердің барлығы сол жасарын жасап, тірлігін істеп отыр деген әңгіме болады. Кейін бұнымен күрес мәселесі, мынау Қазақстанның тұңғыш президенті елбасымыз осы мәселені көтеріп, осы мәселені тоқтату мәселесінде тиісті орындарға тапсырма беріп, Қазақстандағы небір министрлердің қызмет істеген, небір ұлттық компанияның төрағаларын, небір белгілі тұлғаларын ұсталынып, премьер-министрге дейін ұсталынып. Отырып шығып атқаны бар, отырғаны бар. Ол тек қана бұрын шабақтар дейтін болса, қазір киттерді ұсталып жатыр. Енді мына жаңа президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев кешегі өзінің жиынында осы мәселе туралы үлкен жиын өткізіп, өзінің жоспарларын айтып, тиісті орындарға тапсырма беріп жатыр ғой. Жалпы бұрында да мен Америка ашқым келмейді. Бұрында да айтылып жатқан әңгіме коррупциямен қоғам болып күресуіміз керек. Осы мәселемен тек сөз жүзінде ғана емес, іс жүзінде күресу үшін әрқайсысы әрекет жасау керек деп ойлаймын мен. Бұл бір күннің тірлігі емес, бұл бір адамның тірлігі емес, бұл жалпы қоғамға ортақ, бұл уақыт күтетін мәселе. Осы мәселемен жаппай күресейік деген әңгіме айтқым келеді. Қазақтан алғанда бүгінде түйім алған қол ертең түйе алады деген сөз бар. Дегенмен пара алып үйренген қолға тосқауыл жасап, заң шеңберінен аттамау әрбір адамның өзіне байланысты. Сонымен қатар болашақтың ертеңі жастар болса, оған тура бағыт көрсету бүгінгі аға буынның меншігіндегі дүние. Осы ретте мегаполис жастары жемқорлықты жоюға атсалысатындықтарын атап өтті. Күні кеше ғана мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мәлімдегендей, Қазақстанның болашағын сыбайлас жемқорлықсыз Қазақстан деп құрамыз деп мәлімдеді. Біз мегаполис жастары Қасым-Жомарт Кемелұлының осындай бастамасын қолдаймыз. Ұстанымымыз әр адам жемқорлыққа қарсы тұру үшін өзінен бастау керек деп санаймыз. Сонда ғана біздің Қазақстан жемқорлықсыз Қазақстан атанып, жаңағыдай сондай бір адал, таза менталитет қалыптасатынына біз кәміл сенеміз. Өткендегі документтер бітпей жатқан тезірек бітіріп берсеңіз Құжат қабылдау барысында қайталанып жататын оқиғалардың бірі, алайда бұл осы азын-аулақ теңгенің өзіне талай шаруалар тындырылып жатады. Егемен елдің ертеңін қалыптастыру үшін әрбір адам ғасыр дертімен күресуді өзіне бастаған дұрыс. Ақшаңыз қабылдай алмай, ренжімеңіз. Мақсат Тоқсанбай, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.